Балалар, бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы ата заң, алтын діңгегім. Тәрбие сағатымыздың мақсаты сендерге ата заңымыз, адам құқықтары туралы түсініктеріңді қалыптастыру. Өз міндеттері мен құқықтарын білуге үйрету, өзіндік шешім қабылдай алу әрекеттерін дамыту, құқықтық сауаттылыққа және отанын сүйетін ұлтжанды ұрпақты тәрбиелеу. Сен шыр етіп дүниеге келдің. Сен сияқты қаншама адам дүниеге келуде. Осы адамдардың барлығы бір заңға бағынады. Әр елдің, мемлекеттің өз азаматтарына арналған заңы, конституциясы бар. Айбыны асқақ, атағы әлемге мәшһүр, күн санап өсіп өркендеп келе жатқан жас мемлекетіміз бар. Қаншама қиындық көрсе де, қазақ елдің аумағында ғасырлар бойы шапқыншылық болып, астан-кестен оқиғалар мен өзгерістер орын алса да, қазақтар, яғни көне дәуірден бастау алған ата-бабамыз екі құндылықты мәңгілік сақтап қалды. Ол сөз құдіреті мен заң құдіреті. Ел басқарудың тамаша үлгілері біздің ата-бабаларымызда да болған. Қазақ тарихында Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғы делінген заң үлгілері болған. 1993 жылы 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы қабылданды. Біздің құрылымы мен тарихына үңілсек, тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қолданысқа енді. Ал қазіргі ата заңымыз 1995 жылғы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда қабылданды. Оның құрылымы кіріспеден 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Конституцияға 1998 бен 2007 жылдары елеулі өзгерістер енгізілді. Бүгін біз сонымен қатар Абай әлеміне саяхат жасаймыз. Биыл Абайдың туылғанына 175 жыл. Абай қазақ, орыс және бірнеше шығыс елдерінің тілдерін білген. Әлем және орыс әдебиетін тұңғыш рет ана тілімізге аударған. Оның 170 өлеңі, 56 аудармасы, 45 қара сөзі бар. Абай жолы 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ халқы өмірінің айнасы болып табылады. Абай өз заманның биік парасат иесі ғана емес, бүгінгі заман қайшылықтарын шешуге де бағыт берген биік тұлға. Ақынның адамгершілік мұраттары тек өлеңдерінде ғана емес, қара сөздерінде де терең философиялық толғаныстан көрініс табады. Абайдың азан шақырып қойған аты Ибрахим. Әжесі Зере сүйікті немересін Абай, яғни сүйкімді деп еркелеткен. Осыдан кейін ел арасында шын аты аталмай Абай атанып кетеді. Сонымен қатар, биыл Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық мерейтойын атап өту шаралары ресми түрде бастау алды. Сен ғұлама Аристотельден кейінгі әлемге әйгілі ғалымның кім екенін білесің бе? 870 жылы, 950 жылдары Сырдария бойындағы Отырар қаласында туып өскен данышпан, энциклопедист ғалым Әбу-Насыр Әл-Фараби бабамыз. Отырар қаласы сол кездері Фарат деп аталған. Сондықтан да өзінің Мұхаммед ибн Узлах Тархани деген есімін туған жеріне байланыстырып, Әл-Фараби деп атаған. Бірнеше тілдерді жетік меңгерген, 100-ден аса ғылыми еңбектер жазған Әл-Фараби бабамызды Азияның ғалымдары Ибн Сина, Беруни, Омар Хайям да ұстаз тұтқан. Назарларыңызға рахмет оқушылар. Жаңа оқу жылы құтты болсын.